Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте жұмсақ болып шығатын нанның рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Сіздермен болған мен Айзада. Жұмыртқамызды және сұйық майды, жылы сүтімізді және жылы суды, тұз және аштығымызды салып, барлығын біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Тұз еруі керек. Електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды салып, қамыр илейміз. Плюс-минус 50 граммдай ұн пайдалануыңыз мүмкін. Сіздің ұныңыздың сапасына байланысты. Жақсылап илеп, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамыр ашуы керек. Қамырымыз ашып көтерілгеннен кейін ыдысымыздан алып 4 бөлікке бөліп аламыз. Он минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 10 минуттан кейін нанымызды формасын келтіреміз. Пергаментке қойып алдық. Шет-шетін осылай басып шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Өз қалауыңыз қалай жасаймын десеңіздер де. Мен осылай шетін кесіп шықтым. Бетіне осылай әдемілеп жұмыртқамызды жағып шығамыз. Ортасын шанышқының көмегімен осылай тесіп алдым. Бетіне күнжіт сеуіп, қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп алдым. Өте жұмсақ болып шығады, жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айзада. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар.